Достар, сіздерге видео салмаспын. Пейзи любит волктың арнасын ұсынамын. Бұл үмікпеге жаңадан келген бала, арнасын 13 подписчикпен сияқты тіркеліп, Руфинкадан келімде жазып кетейік. Және де активін мош қылып көтеріп беріп кетейік, достар. Ал біз видеоны бастаймыз. Кеттік. Сәлем, достар, сіздермен бірге мен бұл Руфинка. Қалайсыңдар, достар? Бүгінгі видеода, яғни тақырыптан да көргендеріңіздей, мен онтик туралы факттар айтатын боламын. Мен қарындас болғасын, мен ол туралы 100% факт білемін. Сондықтан видеодан шықпай, міндетті түрде видеоны көріңіздер. Және де лайк басып кетіңіздер. 17 қазан мен туған күнім болып кетті. Сендерден бір подарок болсын маған. Осы видеоға әйтеуір бір 99 лайк жинап кетейікші, давайте 100 лайк жинап кетейікші, достар. Сіздерден көмек, не болсын, подарок болсын, достар. Ал біз видеоны бастай айта берейік енді. Бірінші факт, бәріңіз білесіздер, оның аты онталап. Ал екінші фактқа келетін болсақ, оның руы қожа. Менің де руым қожа, иә. Ал үшінші фактқа келетін болсақ, ол қандай мамандық оқып жатыр. Ол Шалқардағы техникалық колледжде ЖЖБ оқып жатыр. Яғни ревизорлық қатысты. Ревизорлық не десеңдер, ол яғни ЖЖБ-ның үстінен қарайтын, достар, иә. Үстінен қарайды теория, солай, короче. Қазіргі таңда ол Шалқарда тұрып жатыр. Қазіргі ұстап жүрген телефоны Мюзи, яғни оның негізгі телефоны Huawei U2, бірақ ол қазір ол телефонын ұстамайды. Себебі ол кішкентай, және де видео монтаждағанға да ыңғайсыз. Ал қазіргі ұстап жүрген телефоны Мюзи. Яғни ол телефон ұзын, және де памяті мол, күшті, яғни қазір, короче, сол телефон негізі тәтенің телефоны. Бірақ оның қазір онталап ұстап жүр, иә. Мен фамилиясын айтпаймын, себебі ол маған фамилияны след етейін ба дегенде, ол маған рұқсат берген жоқ, достар, иә. Білетіндер білет, білмейтіндер білмейді. Короче, солай. Оның туған күні 23 сәуір 2005 жылғы. Я солай, короче. Туған күніне де уже аз ғана уақыттар қалды. Я, короче, біліп жүріңіздер дегенім ғой. 4-ші ма, 5-ші ма, 6-ші факт, иә. 6-ші факт, ол Ембі ауданы, то есть Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы Ембі қаласында туылған, яғни осы жақта оқып бітірді де Шалқарға тәтелердің қолына, яғни ревизорлыққа түсіп кетті. Енді, достар, осымен онтик туралы факттар аяқталды. Видеоға лайк басамыз, арнаға тіркелеміз. Келесі қандай видео болсын, міндетті түрде комментария жазыңыздар, және өздерінің мотивация беретін, короче, андай комментарияларын жазып кетіңдер, мотивация беретін, және видеоға лайк басыңдар. Егер де осы видеода актив мош болса, онда мен сіздерге видео түсіруге ерінбеймін. Бүгін мен пүкімен видео түсірдім, енді алдағы уақытта күнде пүкімен видео шығып тұратын болады. Короче, солай. Скилл нормально айтып кетіңдер, баға беріп кетіңдер. Енді мен пүкімен дұрыс ойнай алмаймын, тым басып, неге дуэлге кіріп ойнай бердім, бірақ тым үйрене алмадым, короче, солай. Ал енді, достар, сіздермен болған мен Руфинка, ал сау болыңыздар. Пока, чао.